Ұжымдық шарт тұрақтылықтың кепілі. Тараз су мекемесінде дәл осындай атаумен семинар өтті. Жиынға еңбек инспекциясының мамандары мен кәсіподақ ұйымының өкілдері қатысты. Басқосу барысында ұжымдық шарттың тиімді тұстары мен кәсіподақ ұйымының жылдық есебі тыңдалды. Кездесуге келгендерді мекеме басшысы ең алдымен кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен таныстырды. Цифрлық жүйеге көшкен кәсіпорында еңбек кодексі негізінде ұжымдық шарт жасалған. Мекеме басшылығы өз сөзінде ортақ келісімнің еңбек дауларының алдын алу құралы екендігін ерекше атап өтті. Қос тараптық шарт бойынша кәсіподақ ұйымдары еңбеккерлердің мүддесін қорғайды. Ұжымдық шарт деген ол сіздің конституцияңыз. Егер де 3 жылдың ішінде сізге қандай жағдай жасайды, ол әлеуметтік қандай жасайды, жалақыңыз қалай өседі, немесе сіздер медициналық қалай көмектеседі, еңбек демалыстарыңызды қалай ұйымдастырады, еңбек қауіпсіздігін қалай сақтау керек, адам шығынына жол бермеуге деген, немесе жаңағы қорықпайлы кәсіби ауруларға алдын алу, немесе еңбек дауының алдын алуды барлығы да ұжымдық шартта көрсетіледі. Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған Тараз су кәсіпорнында 700-ге жуық адам еңбек етеді. Оның 600-ден астамы кәсіподақ мүшелері. Тараз судың мекемесіне профсоюзға, кәсіподаққа жазған жағдайда құқықтарын қорғаған жағдайларымыз да болып жатыр. Бірақ жазылды, оны орындадық, сонымен мәселе бізде онда көтеріліп жатқан жоқ. Енді жұмыс уақытысының бізде аварийный служба дейді, кейде біз көп істеп кетеміз. Бірақ ол кездерде ақшасы төленеді. Артық істеген уақыттары ақшасы төленеді. Кәсіподақ төрағасы 3 жыл ішінде атқарылған жұмыстардың есебін берді. Сонымен қатар ұжымдық шарт арқылы жүзеге асқан игі істердің тиімділігін жан-жақты ашып айтты. Ұлдана Жұбай, Шыңғысхан Кеңесхан, 7-7 Ньюс.